сіздің басыңыз жиі ауыратын болса, осы 8 түрлі кеңес сіздің бас ауруыңыздың алдын алуға көмектеседі. Біріншісі, темекіден бас тарту немесе азайту. Өйткені темекі біздің бас ауруымызды жиілетеді. Екіншісі, сіз ұйқыңызды реттеуіңіз керек. Күніге бір уақытта жатып, бір уақытта тұратын болсаңыз, сіздің бас ауруыңыз азаятын болады. Үшіншісі, таза ауада көбірек серуендеу. Бір күнде 35-45 минут таза ауада жүретін болсаңыз, хотя бы аптасына 4 рет, онда сіздің бас ауруыңыз азаятын болады. Келесі, психоэмоциональдық нагрузкадан кішкене азайту. Яғни, егер сіз постоянно тревогада бір нәрсені уайымдап, постоянно стрессте жүретін болсаңыз, сіздің бас ауруыңыз жиілеуі мүмкін. Сондықтан осындай психоэмоциональдық нагрузканы азайтуға тырысу керек. Келесі, экранное времяны азайту. Яғни, телефон, телевизор, компьютер сияқты заттарды көбірек қолданбай, кішкене уақытысын ограничивать ету керек. Өйткені осы экранное времядан біздің бас ауруымыз күшейіп кетуі мүмкін. Келесі, резкий запахтардан алшақ болу. Егер сіз бір резкий запахты сезетін болсаңыз, яғни резкий иісті, сіздің бас ауруыңыз күшейіп кетуі мүмкін. Сол үшін сіз ондай помещениядан шығып кетуге тырысыңыз. Және келесі, кейбір адамдар шумнан бас ауырып кетеді. Сондықтан шумный помещениялардан сіз ұзақ отырмай шығып кетуге тырысыңыз. Келесі, егер сіз әйел адам болатын болсаңыз, онда оральный контрацептив қолдансаңыз, сіздің бас ауруыңыз жиілеуі мүмкін. Сондықтан сіз гинеколог арқылы контрацепцияның түрін өзгертіңіз. Осы кеңестердің бәрін жасайтын болсаңыз, сіз өзіңіздің басыңыздың ауруын алдын ала аласыз. Сондықтан қолданыңыздар және өзіңіздің жақындарыңызбен осы видеомен бөлісіңіздер. Әсіресе бас ауыратын және менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңыздар.